Украина президенті Владимир Зеленский сенбі күні Сербияға ресми сапармен барып, құрмет қарауылының салтанатты қарсы алу рәсіміне қатысты. Одан кейін Украина басшысы президент сарайында Сербия президенті Александр Вучичпен кездесті. Кездесу Украина Ресейдің күшейіп келе жатқан соққылар жағдайында халықаралық қолдауды арттыруға тырысып отырған тұста өтті. Сапар барысында екі ел өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды. Вучичтің айтуынша, Украина мен Сербия жақын арада еркін сауда туралы келісім жасайды. This free trade agreement is of an utmost importance for our country with Ukraine, and we're going to work hard, and I believe that swiftly and efficiently will deliver it to our people. Сербия Мәскеумен тығыз байланысын сақтап отырған Еуропадағы санаулы елдердің бірі. Белград Ресейге қатысты қатаңырақ санкциялар енгізуден бірнеше рет бас тартты. Белград Мәскеумен қарым-қатынасын сақтай отырып, Еуропалық одақтың сыртқы саясатын қолдауға қатысты қысыммен тепе-теңдік орнатуға тырысып келеді. Сондықтан Вучичтің Зеленскийді қабылдауы Еуропалық одаққа да, Ресейге де маңызды белгі беріп отыр.